Қазақстан тәуелсіздік жылдарында халықаралық аренада танылған, өркендеген, дамушы елге айналды. Мықты мемлекеттің қалыптасуындағы маңызды факторлардың бірі қиындықтан қорықпай алға үлкен мақсаттар қоя білу. Осыны өршіл рух, мақсаткерлік арқасында біздің еліміз айтарлықтай биіктерге қол жеткізді. Әлемдік қауымдастықтың бізге назар ауды. жыл Қазақстан ауқымды жоба қашаған мұнай және газ кен орнын игеруді бастады. Ол соңғы 40 жылда ашылған әлемдегі ең ірі кен орындарының бірі, сондай-ақ ашық теңіздегі ең ірі мұнай кен орны. 2002 жыл 30 тамыз елордамыздың ең басты әрі ең танымал көрікті орындарының бірі Бәйтерек монументі бой көтерді. Қазақ халқының ұлттық ерекшеліктеріне сай салынған ғажайып ғимаратқа Астанаға келген әр адам сүйсіне қарайды. Жыл Есіл жағасында еңселі Ақорда салынды. Құрылыс жұмыстарын қазақстандық және шетелдік сәулетшілер жүргізді. Ақорда ел дамуының жаңа философиясын бейнелейтін бағаналы орда, басты орда. Ел мұратын көздейтін кесек шешімдер осы жерде қабылданып жатқанына куәміз. Жыл Алматыда әлемдегі ең биік таулы мекендегі Медеу мұз айдыны қайта жөндеуден өтті. Ол Алматыдан 16 шақырым қашықтықта, теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан. Әлемдегі мұз үстінде сырғанаудан 170-ке жуық спорт рекорды осы жерде жаңарған. 2020 жыл Қазақстан басқа елдер сияқты коронавирус пандемиясына тап болды. Біздің ғалымдар отандық Казвак вакцинасын жасап шығарды. Төтенше жағдай мен карантин кезінде мемлекет аурудың таралуын болдырмау үшін және халықты қолдау мақсатында тиісті шаралар қабылдады.